Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бір қасық куркума өкпені қақырықтан тазалайды. Қолдану оңай, нәтижесі тез. Сенбесеңіз, сынап көріңіз. Суық тигенде, тұмау кезінде, ауамен жұғатын вирусты инфекция жұққанда адамның өкпесі мен тамағында қақырық пайда болады. Қақырықтың әсерінен тыныс жолдары бекітіліп жөтеледі. Қақырықтан дер кезінде құтылмасаңыз, бронх тығындалып, соңы асқынуына әкеледі. Осы орайда қақырықтан дәрісіз-ақ құтылудың 5 жолын ұсынамыз. Бұл заттарды кез келген қолжетімді бағада таба аласыз, әрі ауруыңыздан бір мезетте айығасыз. Куркума куркуминге бай. Ол өз кезегінде күшті антисептиктің және антибактериалдық қызмет атқарады. Куркуманың көмегіне жүгінсеңіз, ағзадағы бактерияның көзін құртып, қақырықты сыртқа шығарады. Сондай-ақ иммунитетті көтереді. Дайындалу әдісі. 1 шай қасық куркуманы 1 стакан қайнатылған жылы суға саласыз. Оған жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған ерітіндімен тамағыңызды шаясыз. Емді күніне 3 рет жасайсыз. Тұз суы. Тамақтың ауырғанын басып, қақырықтың түсуіне ықпал етеді. Дайындалу әдісі. 1 стакан қайнатылған жылы суға 1 шай қасық тұз қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған ерітіндімен тамағыңызды, тыныс жолдарыңызды шаясыз. Аузыңызда 1 минуттай ұстау арқылы ауыз қуысын, тамақ, тыныс жолдарын микробтан және бактериядан қорғайсыз. Бал мен лимон ауамен жұғатын ауруларға керемет төтеп беретін дәрі. Сонымен қатар бактерия мен микробтың көзін құртады, әрі иммундық жүйені нығайтады. Дайындалу әдісі. Шағын ыдысқа 1 шай қасық бал мен 2 ас қасық лимон шырынын араластырыңыз. Емдік қасиеті мол. Бұл қоспа тамағыңызды емдейді, әрі қақырықтың оңай түсуіне септігін тигізеді. Емді күніне 3 рет қабылдау керек. Булау тамақ ауруын емдейтін ең керемет әдіс. Сонымен қатар тамақты жібітіп, қақырықты сыртқа шығарады. Жөтел жұмсарып, өкпенің тыныс жолын ашады. Дайындалу әдісі. Кеңдеу ыдысты отқа қойып, су құйыңыз. Қайнап шыққан соң, жарты шай қасық тмин мен жарты шай қасық гүлшетен қосып, жақсылап араластырыңыз. Сосын ыдысты оттан алып ыңғайлы жерге қойыңыз. Өзіңіз жақындап отырып, басыңызды ыдысқа қарай еңкейтесіз. Басыңызды жылы орамалмен немесе қалың сүлгімен орауды ұмытпаңыз. Бұл емді күніне 3 рет қайталасаңыз жеткілікті. Келесі зімбір. Қақырықты түсіретін керемет дәрі. Сонымен қатар вирусқа қарсы күреседі. Көкіректің ауруына емдеп, тыныс алуын жеңілдетеді. Дайындалу әдісі. Эмаль ыдысқа қайнаған су құясыз. Оған 6 кесек зімбір мен 1 шай қасық ащы бұрышын қосып, 5 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң ыдысты оттан алып қойыңыз. Емдік қасиеті мол тұнбаны салқындаған кезде 1 шай қасық бал араластырып ішесіз. Бұл әдіс тыныс жолдарын ашады, тамақ ауруын басады, қақырықты шығарып, жөтелді қойдырады. Жалпы әлсіреген ағзаны емдеп иммунитетті көтереді. Ескерту. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алғаныңыз жөн. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, осы арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Әрқашан деніміз сау болсын, денсаулықтарыңызды күтіңіздер.